Сәлем достар, сендермен бірге Призма арнасы. Санаулы күннен соң дүниежүзі тойлайтын жаңа жыл мерекесі болады. Біз өзіміздің сүйікті мемлекетіміз жыл сайын мерекені қалай атап өтетінін жақсы білеміз. Алайда, дәл осы мерекені басқа елдер қалай тойлайтынын ойлап көрдіңіз бе? Ендеше, санаулы секундтардан соң біз дәл осы тақырыпқа түсірілген видеоны бөлісетін боламыз. Ал сіз, егер еңбегімізді кішкене болсын бағаласаңыз, тегін лайкты басып арнаға жазылып кетіңіз. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін үлкен мотивация. Чили жаңа жылдың алғашқы күнін жағалауларда немесе суда күтіп алады. Бірақ Чилидің бірқатар қалалар тұрғындары молада дұға ету бойынша атап өтеді. Барлық жерде жарық шамдары және баяу музыка ойнап тұрады. Жаңа жылдың осылай қарсы алу алғаш рет Талка қаласында 1995 жылы заңды түрде бекітілген. Жапония жаңа жылды тіпті соңғы 1000 жылдан бері үлкен қоңырауды 108 рет соғу дәстүрімен қарсы алады. Олардың сенімі бойынша әр соғылған соққы оларды түрлі жамандықтардан, табиғи апаттардан қорғайды. Соңғы 108 соққы соғылған соң бүкіл жапондықтар ұйқыға жатады. Австралия сағаттық белдеуге байланысты жаңа жылды ең алғаш рет қарсы алатын мемлекет. Жаңа жылды жаз айларында атап өтеді. Аяз ата жағалау бойында түрлі сыйлықтар мен адамдарды таңғалдырады. Кешкі уақытта түрлі от шашулармен қызықты өткізеді. Болгарияда жаңа жылдың алғашқы 3 минутында барлық жерде жарық сөнеді. Сол кезде адамдар таныс болса да, бейтаныс болса да бір-бірімен сүйіседі. Жарық жанған соң үй иелері арнайы дайындалған бәліштерді кеседі. Оны жегенде абай болған жөн, себебі онда тосынсый жасырынған болуы мүмкін. Егер ақша шықса, байлық, ал роза гүлінің бұтақтары шықса, махаббат болып саналады. Англия мен Шотландия бұл жерде жылдың соңында үлкен бөшкелерді отқа өртеп жібереді. Бұл олардың от қара күшті жояды және жамандықты жоқ қылады деген сенімнен шыққан. Барлық көшелерде адамдар от жағып жүреді және жаңа жылда бірінші келген қонақтардың ішінде ең сыйлысы болып есептеледі. Италияда жаңа жылды қарсы алу үшін міндетті түрде қызыл түсті киім кию керек. Олар үшін қызыл түс сәттілік алып келеді. Тек түске емес, сонымен қатар жаңа жылда жаңа киім киюге тырысады. Бразилия жылдың соңы жақындады дегеннен ескі және қажетсіз болған құжат қағаздардың барлығын терезеден аулаға қарай лақтырып тастайды. Олар жаңа жылға жаңаша қадам басу керек деп ойлайды. Достар, сіздерге қай елдің жаңа жылды тойлау дәстүрі ұнады? Соны комментарийға жазып кетіңіздер. Және каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет, сау болыңыздар.